На основе моего рассказа «И крючка» Раушан апа Бурабайдың таза ауасын жытып, ет жеймін деп армандап бара жатқанда телефонына хабарлама келді. Балансыңыз 0 теңге. Ол менің пойызға кешікпегенімді, жай ғана отырмағанымды әлі білмейді. Мен олар тартып алмақ болған 1 жылдық еңбегімді қайтарып алдым. Купеде тек 3 қалды. Ене, бала және 3 қап ұнтақ. Кір жуғылары келіп еді ғой. Енді уақыттары көп болады. Дайте мне название для YouTube видео. Название должно быть не больше 100 символов и вызвать у людей эмоции. И полностью пересекаться с нашим крючком. 10 вариантов. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Менің арнамда сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздерге өзімнің жаңа авторлық әңгімемді ұсынамын. Ықыласпен тыңдаңыздар. Айслу, ас үйде суыған кеседегі шайды ұрттап отырып, терезеден қараша айының кешкі ымыртына тесіле қарады. Қабырғада сағат тықылдап, пеште кешкі асы пісіп жатыр. Ал оның басында бір ғана ой. 3 жыл бұрын ол өмірінің осылайша бір қалыпты күйге түсетінін елестете де алмаған. Колледждегі жұмыс, тайда кеткені белгісіз жалақы, отбасына деген қызығушылығын жоғалтқан күйеу және келінін ұлына тегін қосымша сияқты көретін ене. Азамат кешкі 7-лер шамасында үйге кіріп келді. Күртесін дәліздегі орындыққа тастай салып, телефонға телміріп ас үйге өтті. Тіпті сәлем де бермеді. Өзінің орнына жайғасып, экранды саусағымен сипалауын жалғастырды. Айслу ыдыстарға сорпаны құйып, оның алдына қойды да өзі қарсы отырды. Әдеттегідей ауыр, жағымсыз үнсіздік. Мама қоңырау шалды, деді Азамат экраннан көз алмай. Демалысқа керемет бір нұсқа тауыпты. Бурабайдағы демалыс базасы, 3 апта, таза ауа, балық аулау, бәрі бар. Айсу қасығын баяу қойды. Бурабай, 3 апта. Оның басында дереу тізбек құрылды. Ене, демалыс, ақша. Әрқашан бір схема. Біз ешқайда баруды жоспарламадық қой, деді ол абайлап. Мен демалысымды үйде өткізгім келген. Маған жаңа ноутбук керек. Ескісі мүлдем істемей қалды. Мен оған жыл бойы жинадым. Азамат ақыры телефоннан көзін алып, оған бірдеңе бір түрлі айтқандай жеңіл таңданыспен қарады. Ноутбук күте тұрады. Мама бәрін тауып қойды. Бағасын білді. Керемет жер. Бәрі мақтайды. Сен табиғатты жақсы көресің ғой? Айслу ішінен күлді. Табиғатты жақсы көреді. Ол тыныштықты, кітаптарды және 1 апта бойы ешкімге тамақ дайындамау мүмкіндігін жақсы көретін. Бірақ бұл әрине ешкімді алаңдатпайды. Ол база қанша тұрады екен, деп сұрады ол. Дегенмен жауабын сезіп тұрды. 3-еуімізге ғой. Азамат тағы да телефонға қарады. Сандарды іздегендей болды. Бірақ оларды жатқа білетіні анық. Мама 220 мыңның айналасында шығады, деді. Бәлкім сәл кем. 220 мың теңге. Дәл оның шотында жатқан ақша. 1 жыл бойы ол жалақысынан жинап, өзіне жаңа киім алудан бас тартып, әріптестермен кафеге бармай бәрін үнемдеген. Енді осы ақша күйеуі мен енесінің 3 апталық демалысына жұмсалуы керек. Аза, бұл менің бар жинағым ғой, деді Айслу сыбырлап. Мен 1 жыл ноутбукке жинадым. Онсыз жұмыс істеу ыңғайсыз. Үнемі колледждегі кітапханада отыруға немесе әріптестерінен сұрауға тура келеді. Азамат иығын қиқан еткізіп бір хабарлама жіберді де нанға ұмтылды. Мама кейін өтейміз, деді. Менде премия болады ғой. Сен түсінесің ғой? Түсінеді. Премия болмағанына 1,5 жылдай болған. Өз өмірінде бірдеңені өзгертуге тырысуы да жоқ. Азамат құрылыс компаниясында прораб болып жұмыс істейді. Орташа жалақы алады. Және оны неге жұмсайтыны белгісіз. Үйге тек 3-тен 1-ін ғана келеді. Қалғаны, оның айтуынша, бензинге, түскі асқа, ұсақ түйекке кетеді. Айслу егжей-тегжейін сұрауды әлде қашан қойған. Бәрібір пайдасыз.
Үстелдегі телефон дірілдеді. Азамат экранға қарап мырс етті. Мама ғой. Қазір дауысты байланысты қосамын. Ол сенімен сөйлескісі келеді. Ол Айслудың сөйлескісі келе ме, жоқ па? Тіпті сұраған да жоқ. Тек батырманы басты. Динамиктен Раушан апаның тәтті, созлыңқы дауысы шықты. Оны естігенде Айслудың әрқашан жаны түршігетін. Азаматжан, сен оған Бурабай туралы айттың ба? Айслужан, сен мені естіп тұрсың ба? Сәлеметсіз бе, Раушан апа? Деп жауап берді Айслу сыпайылықпен. Сорпаны баяу ішуін жалғастырып. Жарайды, тыңдаш қызым. Мен бәрін есептедім, тамаша жер таптым. Базада 3 апта, ыңғайлы үйшіктер, жақын жерде көл. Азамат балық аулайды. Мен ақыры кітап оқимын, ал сен? Сен бізде өте жинақы. Үй шаруасына мықтысың ғой, солай емес пе? Бізге дәмді тағамдар дайындайсың. Кір жуасың. Демалыста үйдің жайлылығы қаншалықты маңызды екенін білесің ғой. Айслу сорпаға қақалып қалды. Демек, ол жолдамаларды төлеп қана қоймай, демалуға жиналған 2 ересек адамға 3 апта бойы қызмет көрсетуі керек. Ол бетін қалып тұстауға тырысып, майлықпен ернін баяу сүртті. Раушан апа, мен жұмыс істеймін ғой. Маған демалыс өзім демалу үшін керек. Ал мен... Ой, Айслужан ал, деп сөзді бөлді енесі. Даусында әлде сол тәттілікпен жабылған қатаңдық пайда болды. Сен жассың, денің сау. Бізге, Азамат екеумізге, қаланың осы қарбаласынан алыс нағыз демалыс керек. Біз қатты шашадық. Ал сен таза ауада пайдалы уақыт өткізесің. Табиғатта тамақ дайындау мүлдем басқа. Көресің. Азамат анасы әлемдегі ең ақылды нәрселерді айтып тұрғандай, телефонға қарап басын изеді. Айслу оған қарады, содан кейін әлде сол дауыс шығып тұрған телефонның динамигіне қарады. Мен не ойладым, Айслужан? Сен жұмыс істейсің ғой, жалақың тұрақты. Бәлкім, сен үшеумізге жолдамаларды төлерсің. Ал біз, Азаматжан екеуміз, кейін бір амалын тауып өтейміз бе? Сен бізге мұны бұйыртпайсың ғой. Біз отбасымыз ғой, ақыр соңында. Отбасы, қызық сөз. Ол барлық шоттарды төлейтін, тамақ дайындайтын, кір жуатын, тазалайтын. Ал күйеуі мен енесі оған мұны жасауға рұқсат беретін отбасы. Оның пікірі мүлдем ескерілмейтін отбасы. Оның маңдай терімен тапқан 220 000 теңгесі. Бөтен адамдардың демалысына жұмсалуы керек. Ал ол өзі 3 апта бойы аспаз және кір жуушы рөлін атқаратын отбасы. Раушан апа, бұл менің бар жинағым, деп қайталады Айсұлу, тегіс сөйлеуге тырысып. Мен оны ноутбукке жинадым. Ой, Айслужан, не айтып тұрсың? Ноутбук деген бос нәрсе, темір ғой. Ал отбасы бұл қасиетті. Біз бөтен адамдар емеспіз ғой. Оның үстіне бұл ақша ма? Үшеумізге 220 000 теңге. Мұндай демалыс үшін болмашы тиын ғой. Сен түсінесің ғой, ә? Жоқ, түсінбеді. Ол мұның қалай болмашы тиын екенін түсінбеді. Неліктен оның армандары әрқашан бос нәрсемен темір екенін түсінбеді. Неліктен ол рахмет деп дұрыс айта алмайтын адамдар үшін соңғы ақшасын беруі керек екенін түсінбеді. Бірақ қарсылық білдіру пайдасыз болды. Егер ол бас тартса, Раушан апа жанжал шығарады. Оны сараңдық, өзімшілдік және күйеуін сүймеушілік үшін айыптайды. Азамат әдеттегідей анасын қолдайды. Содан кейін үнсіздік, сөгіс, ауыр атмосфера болады. Ақырында бәрібір төлеуге тура келеді. Тек өзін кінәлі сезінеді. Жарайды, деді Айслу қысқа. Мен төлеймін. Міне ақылды қыз. Раушан апа бұл сөздерді ән салғандай айтты. Мен сенің әлі де бізді тастамайтыныңды білдім. Ертең ақшаны жібер. Мен саған реквизиттерін беремін. Уайымдама. Азамат премия алған кезде міндетті түрде қайтарамыз.
Азамат мемлекеттік маңызды мәселе шешілгендей мақұлдап бас изеді де, қайтадан телефонына үңілді. Енесі тағы 1-2 минут Бурабайдың сұлулығы туралы, олардың қаншалықты жақсы уақыт өткізетіні туралы сөйлесті де, содан кейін қоштасып, телефонды қойды. Айсұлу үнсіз отырды. Толық ішілмеген сорпа табағына қарады. Ішінде бәрі қысылып қалды. Реніштен емес, қайтадан келіскені, қайтадан жол бергені, қайтадан өзіне билік жүргізуге рұқсат бергенін түсінгеннен. Жақсы болды деп Азамат қанағаттанған кейіппен телефонды шетке қойды. Әйтпесе, мамаң сенің қасарысып қаласың ба деп ойымдай бастаған. Аза, сен шынымен ақшаны қайтарам деп ойлайсың ба? Деп сұрады Айсұлу сыбырлап. Дегенмен жауабын білетін. Ол иығын қиқан еткізіп сорпасын ішіп бітірді. Тырсам ғой. Жаңа жылға дейін премия уәде етті. Егер берсе, әрине. Егер берсе, былтырғыдай. Одан алдыңғы жылыда бермегендей. Айсұлу үстелден тұрып, ыдыстарды жуғышқа қойды. Қолдары дейді. Кір жуғыш машинасыз 3 апта бойы қалай күн кешетіні мазалайды. Осының бәрін жинап, пойызға дейін сүйреп апару. Сосын вагоннан түсіру тағы бір азап. Оған қоса азық-түлік бар. Раушан апаның өз зейнетақысын тамаққа жұмсағысы келмейтіні анық. Демек, Айсұлу жалақысы түскен бетте 3 апталық азық-түлікті түгел сатып алу керек. Күйеуі қармағын ұстап көл жағасында, енесі шезлонгта роман оқып отырғанда, бұл кір жуып, тамақ істеп, үй жинап жүреді. Ал өзі болса, бұл демалысын үйде, тыныштықта, жарты жылдан бері аяқтай алмай жүрген сериалдарын көріп өткізгісі келген еді. Айсұлу табақты микротолқынды пешке қойып, таймерін басты. Айналып жатқан ыдысқа қарап тұрып, бойында ашу да, реніште қалмағанын сезді. Іші бос соқпақтай, бәрі өртеніп кеткендей сезім. Жылыған асын алып, үстерге жайғасты. Азамат бөлмеге өтіп, теледидарды қосып қойған. Айсұлу тамағын асықпай, әр түйірін механикалық түрде шайнап ішті. Сосын ыдыс аяқты жуып, қолын сүртті де телефонын алды. Банк қосымшасын ашып еді, балансында бар жоғы 1500 теңге тұр. Транзакциялар тарихын ашты. Міне, Раушан апаның Каспи Голдына аударылған 220 мың теңге. Осы бір сан оның 1 жылдық еңбегі мен үнемдеуін сызып тастады. Айсұлу орындықтың арқасына сүйеніп, терезеден кешкі қаланың шамдарына қарап біраз отырды. Кенет басына таңғаларлық анық бір ой келді. Ол ойды тіпті өзіне де дауыстап айтуға батпады. Бірақ ол санасына мықтап орнап қалды. Айсұлу бөлмеге өтті. Азамат диванда телефонға телміріп жатыр. Теледидарда әлде бір ток-шоу жүріп жатыр. Ол үнсіз жанына жатты да, көзін жұмды. Келесі күні жұмыстан келгенде, WhatsAppқа Раушан ападан ұзақ хабарлама келді. Іші тол леп белгілері мен смайликтер. Енесі қуанышымен бөлісіпті. Жолдамалар дайын, бәрі расталған. Соның астында тізім жүр. Айсұлу ұсақ қаріппен жазылған 3 беттік тізімді парақтады. Өзімізбен не аламыз? Азық-түлік, күріш, макарон, консервілер, көкөніс, жеміс-жидек, мұздатылған ет, тауық, шұжық, сыр, сүт. Одан әрі ыдыс-аяқ. 3 литрлік және 5 литрлік кастрөлдер, 2 таба, ожау, шәйнек. Сосын тұрмыстық химия. Кір жуғыш ұнтақ, ыдыс жуатын сұйықтық, шүберек, губка, төсек орын, сүлгі. Айсұлу оқып шығып, еріксіз жымиды. Раушан апа демалысқа емес, нағыз майданға дайындалып жатқандай. Әрине, мұның бәрін келіні өз ақшасын алып, өз иығымен тасуы керек. Тізімнің соңында. Айсұлужан, айналайын білем, бұл көттеу. Бірақ базада бәрі қымбат. Өзіміздікін алған тиімді. Сен жассың ғой. Күшің бар, шаршамайсың. Ал біз Азамат екеуміз бұрынғыдай емеспіз. Бізге ауыр көтеруге болмайды, деген жазу бар екен. Айсұлу телефонын тастап асүйге өтті. Шкафтан ескі болса да мықты 3 литрлік кастрөлді құрбысының тойында ет асқан үлкен алюминий қазанды шығарды. 2 табаны,
Бірі ауыр шойын, бірі жеңілгеуін үстел үстіне қойды. Жуынатын бөлмеге өтіп, шкафтан акциямен алып қойған 3 үлкен қорап, кір жуғыш ұнтақты алып шықты. Мейлі, Бурабайға барсын, Раушан апа өз кофталарын, Азамат өз шұлықтарын сонымен жусын, деп ойлады ол. Келесі күндер қарбаласпен өтті. Раушан апа кеш сайын хабарласып, бәрінің дайын екенін тексеріп отырды. Азамат арасында, мынаны да ал, ананы ұмытпа, деп ақылын айтып қояды. Айсұлу үнсіз бас изеп, бәрін жазып ала берді. Оның ішінде бір суық, қатты шешім пісіп келе жатты. Ол енді ашуланбайды. Тек сырттай бақылаушы сияқты болды. Жолға шығардан бір апта бұрын Раушан апа қонаққа келді. Ас үйде шай ішіп отырып, жан жағына сын көзбен қарады. Ал Айсұлу, жолға дайынсың ба? Деді ол кесесіне сүт құйып жатып. Иә, деді Айсұлу шайына қант салып. Ыдыстарды жинадың ба? Азық-түлікті есептедің бе? Бәрі дайын. Раушан апа риза болып басын изеді. Бәрекелді. Азаматқа ылғи айтып отырамын. Әйелім пысық. Үй шаруасына келгенде осы қыздың пайдасы тиеді деп. Айсұлу енесіне баяу қарады. Пайдасы тиеді. Демек басқа кезде оның қадірі жоқ. Раушан апа, өзіміз дайынсыз ба? Деп сұрады Айсұлу сабырлы үнмен. Ой, маған не керек дейсің? 2-3 көйлегім мен сүйікті кітаптарым болса болды. Мен демалуға бара жатырмын ғой, жұмыс істеуге емес. Ал саған сәл қиындау болады әрине, бірақ таза ауада бәрі жеңіл. Оның үстіне біз бір отбасымыз ғой, бір-бірімізге қарасуымыз керек. Солай емес пе? Солай, деп қайталады Айсұлу. Раушан апа шайын ішіп болып орнынан тұрды. Мен қайтайын. Жол алдында шаруа көп. Пайызға билет алуды ұмытпа. Машинамен шаң қауып жүргенше пойыз ыңғайлы әрі арзан. Енесі кеткен соң Айсұлу теміржол қосымшасын ашты. Бурабайға баратын пойызды тауып, бір купенің 3 билетін сатып алды. Кеше ғана түскен жалақысынан тағы 30 000 теңге сып етіп кетті. Бірақ бұл енді маңызды емес еді. Билеттерді басып шығарып Азаматқа көрсетті. Ол тіпті билетке қараған да жоқ. Мамам риза болады деп қана қойды. Раушан апа шынымен риза болды. Кешке хабарласып, жарайсың Айсұлжан, сенен бір пайда бар екен деді. Күніне 2-ші рет естігені. Айсұлу телефонды қойып төсекке жатты. Ішінде анық, суық бір жоспар пісіп тұрды. Ол не істейтінін секундіне дейін біледі. Келесі күндері Раушан апа WhatsApp'ты хабарламаға толтырды. Таңертең азық-түлік тізімі, түсте ыдыс-аяқ туралы ескерту, кешке кезекті нұсқаулықтар. Айсұлу үнсіз бас изеп, смайлик жібере берді. Азамат та анасының жазғанын қайта-қайта жіберіп отырады. Бір хабарламада енесі күн тәртібін жазыпты. Таңғы 9-да тұру, верандада шай ішу. Түске дейін кітап оқу. Сосын түскі ұйқы. Сосын тағы да шай мен печенье. Кешке серуен. Ештеңе істемейтін адамның мінсіз демалысы. Азаматтың да кестесі дайын. Таңғы 6-да балыққа кетеді. Түсте келеді. Тамақ ішіп ұйықтайды. Кешке тағы балық. Айсұлудың кестесін ешкім сұрамады. Бірақ ол бәрін біліп отыр. Таңғы 6-да тұрып күйеуіне шай беру, 9-да енесіне таңғы ас дайындау, үй жинау, кір жуу, түскі ас әзірлеу, ыдыс жуу, кешкі асқа дайындалу. Және осылайша 21-ші күн бойы. Не ойланып отырсың? Деді Азамат ас үйдің жанынан өтіп бара жатып. Тізімді қарап отырмын. Мамаң тағы бір хабарлама жіберді. Қара. Мамам тәжірибелі ғой. Не керек екенін біледі. Айсұлу күйеуіне қарады. Ол есік алдында жайбарақат тұр. Ойында тек балық пен рахат. Әйелінің бар жинағанын жұмсап, 3 адамға қызметші болатыны оны тіпті мазаламайды. Аза, сен өзіңмен ештеңе алмайсың ба? Қалай алмаймын? Қармақтарым, киімгерім бар. Алмаған ауыр заттарды тасуға көмектесесің бе? Өзімдікін өзім апарамын. Ал кастрөл-мастрөл деген сенің шаруаң ғой. Мен оған араласпаймын.
деп Азамат иығын қиқан еткізді. Айслу тағы да үнсіз басыз еді. Кешке Раушан апа тағы хабарласты. 1 сағат бойы Бурабайның ауасын, табиғатын айтып, ақырында: Айслужан, айналайын. Базаның асханасынан гөрі үйшікте тамақ істеген ыңғайлы. Көкөністі де көбірек ал. Мен салатсыз отыра алмаймын деді. Жолда шіріп кетпей ме? Деді Айслу. Сол жерден сатып аласың. Жалақының бар емес пе? Деді енесі. Айслу ішінен 10-ға дейін санап: жақсы, деді. Бәрекелді. Бұл сапар біздің отбасымызды нығайтады. Сен де жақындарына қамқор болу, әйелдің басты міндеті екенін түсінесің, деп енесі тағы 20 минут ақыл айтты. Айслу үнсіз тыңдап, параққа бірдеңелерді шымайлап отырды. Тұтқаны қойған соң, ол параққа қарады. Онда минуттап жазылған құлдық кестесі тіреді. Айслу парақты мұқият бүктеп, жәшікке салды да, телефоннан Каспийдің баптауларына кіріп, өзіне керекті нәрсені істеп, жымиып қойды. Келесі күні Айслу шаруашылық дүкеніне соғып, сөрелерді аралай бастады. 3 қорап кір жуғышын тақ. Әрқайсысы 3 келден ыдыс жуатын сұйықтық, 2 құты, губкалар, шүберектер, резеңке қолғаптар. Бәрін кәрзеңкеге салды. Кассада төледі. Тағы 8.000 теңге сып етіп кетті. Үйге келіп, алғандарын ас үйге жайып қойды. Азамат келін таңырқай ысқырды. Охо, мынау не? Кір жуатын орталық ашпақсың ба? Анаң ал деді ғой, деді Айслу сабырлы үнмен. Ұнтақтарды үлкен сөмкеге салып жатып. Өзгені өзіне жұмыс етудің маманы, деп ойлады Айслу. Бірақ үндемеді. Тек басын изеп, заттарды буып түйуді жалғастыра берді. Апта соңына қарай дәлізде сөмкелер мен пакеттердің тауы пайда болды. Қазан ошақ, табалар, ыдыс аяқ, төсек орын, сүлгілер, тұрмыстық химия. Раушан апа дайындықты көруге келіп, риза болды. Жарайсың, Айслужан, бәрі дұрыс. Тек көрпе алуды ұмытпа. Ол жақта түнде салқын болады, дейді. Сосын жастықтарыңды да ала жүріңдер. Мен кісінің жастық көрпесін жақтырмаймын, деді енесі. Айслу тағы қанша сөмке тасу керек екен іште есептеп үлгерді. Уайымдама жаным. Азамат бәрін тасуға көмектеседі. Солай емес пе, балам? Диванда телефонға телміріп отырған Азамат: «Я, көмектесем ғой», деп сесоқ жауап берді. Раушан апа тағы 1 сағаттай шай ішіп, жоспарлармен бөлісті. Демалысқа арнап 3 жаңа роман сатып алыпты. Көлге шомылуға жаңа купальникке тапсырыс беріп қойыпты. Табиғатты, тыныштықты қалай сағынғанын айтып тауыса алмады. Ал сен, Айслу, соңғы рет қашан табиғатқа шықтың? Деді ол печеньеден тістеп жатып. 3 жыл бұрын шығармын. Әне, көдің бе? Бәрі сенің жұмыс деп шапқылай бергенінен. Демала білу керек, айналайын. Міне, мен өзіме әрдайым уақыт табамын. Денсаулыққа сол керек. Айслу енесіне қарады. Ол өзіне риза болып, жаңа блузка киіп, тырнағы мен шашын реттеп алған. Өмір бойы өзгенің есебінен өзіне уақыт тауып үйренген әйел. Раушан апа кеткен соң Азамат: «Ну, жолға дайынсың ба?» деп сұрады. «Дайынмын деуге болады». Керемет. Мен де жаңа қармақтар сатып алдым. Жұмыстағы бір ағай айтты. Ол жақта шортан балығы жақсы түседі екен. Аза, қармаққа ақшаны қайдан алдым? Заначкадан алдым сәл. Не ботты? Заначка. Оның әрқашан өз қажеттілігіне, қармағына, достармен отырысына, керексіз ұсақ түйекке ақшасы табылатын. Ал отбасына, әйеліне, ортақ шығындарға келгенде қалтасы тесік. Жақсы, деді Айслу ақырын ғана. Азамат жеңілдеп сала берді де, қайтадан телефонына үңілді. 1 минуттан соң бір видеоға мәз болып күліп, әйеліне көрсетті. Қарашы, қызық екен. Айслу қарап басын изеп, ернінің ұшымен ғана жымиды да, ас үйге өтті. Телефонын алып, заметкеге бірнеше тармақты жазып қойды. Бәрі дұрыс, бәрі есептелген.
Жолға шығардан 3 күн бұрын Раушан апа демалыста жегісі келетін тағамдардың мәзірін жіберді. Айслу файлды ашып қарады. 12 түрлі күрделі рецепт. Пеште піскен балық, гашоктағы ет французша, түрлі бәліштер. Раушан апа, мұның бәрін мен пісірем бе? Деп жазды Айслу. Әрине, жаным, басқа кім пісіреді? Деген жауап келді. Артынан 3 күлген смайлик қосылған. Айслу телефонын тастап терезеге жақындады. Далада жаңбыр жауып тұр. Адамдар қолшатырмен ары-бері асығып жүр. Қала өз өмірімен әуре, ал ол маңызды емтихан алдында бәрін жаттап алып, өз сағатын күтіп тұрған оқушыдай іштей бір түрлі тыныштықты сезінді. Жолға шығатын күні Айслу ерте тұрды. Азамат жастықты құшақтап, қорылдап ұйықтап жатыр. Ол ас үйге өтіп, кофе демдеді де, үстелге отырып банк қосымшасын ашты. Барлық баптауларды тағы бір тексерді. Бәрі орнында, бәрі дайын. Сосын мұқият жинала бастады. Дәу сөмкені нығыздап толтырды. Қазандар, табалар, ыдыс аяқ, ожаулар, пышақтар, ашқыштар. Ас үйде керек болуы мүмкін дүниенің бәрі. Үстіне тұрмыстық химияны, 3 қорап ұнтақты, ыдыс жоғышты, шүберектерді, резеңке қолғаптарды басты. Одан кейін төсек орын, сүлгілер, 2 жастық текпен жеңіл көрпені тықты. Сөмке тырсылдап зорға жабылды. Өзіне бір күнге жететін ауыстыратын киім, косметика мен телефон қуаттағышын салған кішкентай сөмке дайындады. Азамат таңғы 9-дарда есінеп шықты. Охо, бәрін жинап қойғансың ба? Иә, деді Айслу қысқа қайырып. Ал менің заттарым қайда? Диванда тұр, кеше жинап қойғанмын. Азамат бөлмеге өтіп, ренжіген кейіппен қайта оралды. Сен менің көк футболкамды самапсың, соны кигің келген. Ол кірде болды, кеу білгермеді. Үтікпен кептіре салсам болатын еді ғой. Айслу күйеуіне үнсіз қарады. Ол ойыншығын тартып алған баладай өкпелеп тұр. Жасы 32-де, бірақ жолға өздігінен жинала алмайды. Басқа футболкаңды ал, деді ол сабырмен. Басқа нормальный жоқ. Онда нормальный емесін ал. Азамат бірдеңе айтқысы келді, бірақ телефоны шырылдады. Мамасы. Тұтқаны көтергенде жүзі бірден жадырап кетті. Сәлем, мама. Иә, тұрдық. Қазір шығамыз. Жақсы, вокзалда кездесеміз. Телефонды қойып сағатқа қарады. 1 сағаттан соң шығуымыз керек. Тездет. Айслу басын изеп жуынатын бөлмеге өтті. Беті қолын жуып, өзін ретте келтірді. Ыңғайлы джинсы, сұр футболка мен кроссовка киді. Айнаға қарады. Қарапайым, сабырлы жүз. Отбасымен демалысқа бара жатқан әйел. Дәлізде Азамат қармақтарын қабына сыйғыза алмай әлек болып жатты. Айслу, көмектесші. Айслу сыдырмасын жабуға көмектесті. Азамат демін алды. Болды ма? Дайынбыз ба? Такси шақырып, заттарды түсіре бастады. Азамат өзінің 2 сөмкесімен қармағын тасты. Айслу дөңгелегі бар дәу сөмкені және өзінің кішкентай сөмкесін. Жүргізуші заттардың көптігіне қарап басын шайқады. 1 жылға көшіп бара жатсыңдар ма? 3 аптаға, деді Азамат мақтанышпен. Солай де, деп жүргізуші машинасын оталдырды. Вокзалда оларды Раушан апа күтіп тұр екен. Үстінде ашық түсті костюм, қолында шағын ғана чемодан. Өте жинақы, жеңіл әрі ыңғайлы. Жұмыс істеуге емес, демалуға бара жатқан адам. Келдіңдер ме? Деп ұлын бетіне сүйді. Күтіп қалдым ғой. Айсылу жан, сәлем айналайын. Сәлеметсіз бе, Раушан апа? Енесі олардың жүгіне көз жүгіртіп, ризашылықпен басын изеді. Жарайсың. Бәрін алған екенсің. Бірс болған. Базада бәрі 3 есе қымбат. Азамат таксиден заттарды түсіре бастады. Раушан апа вокзалға қарай асқақ басып жүре берді. Азамат, мына чемоданды ала салшы, шаршап қалыппын. Азамат анасының чемоданын іліп алды. Айслу дәу сөмкені сүйреп,
соңынан ерді. Ол ауыр, ыңғайсыз. Дөңгелектері ылғи бір жаққа қисайып кете береді. Вокзал іші адамға толы. Раушан апа бірден кафе тауып, үстелге жайғасты. Азамат, маған кофе алып келші, американо. Сүтін бөлек ал. Азамат басын изеп, әйеліне қарады. Айсұлу, заттарға қарап отыршы. Айсұлу жүктердің қасындағы орындыққа отырды. Раушан апа кафеде телефонға үңілді. Азамат кезекте тұр. Вокзал гу-гу етеді. Айсұлу бәріне сырттай қарап отырды. Кафеде демалып отырған енесіне, кезекте тұрған күйеуіне, олардың жайлылығы үшін іші дүниеге толтырылған мына дәу сөмкеге. Ішінде ешқандай аяушылық жоқ. Тек бір сағаттан соң бәрі өзгеретінін білетін суық сезім ғана бар. Азамат анасының кофесін өзіне стақандағы шай әкелді. Айсұлуға ештеңе ұсынбады. Ол сұраған да жоқ. Жай ғана кестені қарап отырды. Айсұлу, жүр, перронға шығайық. Қазір пойыз келеді, деді Азамат 20 минуттан соң. Олар перронға қарай беттеді. Раушан апа алда жеңіл желпі жүріп барады. Азамат анасының чемоданы мен өз сөмкелерін тасып келеді. Айсұлу соңында әлгі ауыр сөмкені зорға сүйретіп келеді. Перронда Раушан апа көлеңке жерге отырып, сөмкесінен желпу үшін шығарып, желпіне бастады. Қандай ыстық. Азамат, маған су әкелші. Мама, пойызға 15 минут қалды, үлгерем бе? Тезірек барып келші, сусыз өзімді жаман сезінемін. Азамат күрсініп, әйеліне қарады. Осында отыр, мен қазір келем. Ол вокзал ғимаратына қарай жүгіре жөнелді. Раушан апа рельстерге қарап желпініп отыр. Айсұлу дәу сөмкенің тұтқасынан ұстап жанында тұр. Міне, Айсұлу жан, қазір жолға шығамыз, деді енесі қиялдап. Осы сапарды қалай күткенімді білсең ғой. 3 апта қаланың шуынсыз. Тыныштық, табиғат. Ақыры бір рахаттанып демалатын болдым. Сіз шаршадыңыз ба? Деп сұрады Айсұлу. Сұрама жаным. Соңғы айлар нағыз азап болды. Бітпейтін шаруа, анау, мынау. Қашан қалыпты демалғаным есімде де жоқ. Айсұлу басын изеді. Раушан апаның жұмыс істемегеніне 5 жыл болған. Зейнетақысы мен ұлының ақшасына күн көреді. Бітпейтін шаруасы аптасына 1 рет маникюр, құрбылармен отырыс және кешкі сериалдар. Бірақ шаршапты әрине, қатты шаршапты. Азамат бір бөтелке сумен оралды. Анасы риза болып бір ұрттады. Рахмет балам, қашам қоршым менің. Алыстан пойыз көрінді. Раушан апа орнынан тұрып шалбарын қақты. Ал, кеттік пе? Вагонға қарай жылжыды. Раушан апа алда, жүксіз, жеңіл. Азамат анасының чемоданымен оның соңында. Айсұлу дәу сөмкемен көштім соңында келеді. Вагон қасында жолсерік билеттерді тексерді. Раушан апа бірінші болып тамбурға көтеріліп, купеге өтті. Азамат заттарды кіргізе бастады. Айсұлу, бер дәу сөмкені, мен кіргізейін, деді ол. Күте тұр, мен қазір, деді Айсұлу. Дүңгішектен бірдене алуды ұмытып кетіппін. Сендер жайғаса беріңдер, мен тез келем. Азамат қабағын тиді. Не ұмыттың? Бір ұсақ түйек қой. Ылғалды майлық алғым келген. Қазір 2 минут. Тездет онда, пойыз қазір жүреді. Айсұлу басын изеп, вагоннан алыстай берді. Азамат ауыр дорбаны тамбурға кіргізіп, сосын өз сөмкелерінде ішке тартты да, вагон ішіне кіріп кетті. Айсұлу болса құрамға қарап біраз тұрды да, баяу бұрылып шығуға қарай беттеді. Асықпай, сабырлы кейіппен, нағыз майлық алуға бара жатқан адамша дөңгішектің жанынан тікті кідірмей өтіп, вокзал ғимаратына кірді. Зал арқылы өтіп, вокзал алдындағы алаңға шықты да, кілт тоқтап, артына бұрылып қарады. Бұл жерден перрон көрінбейтін. Тек вокзалдың шатыры мен сұрғылт аспанның шеті ғана қылаң береді. Айсұлу телефонын шығарып, уақытты тексерді. Пойыздың жөнелтілуіне небәрі 4 минут қалыпты. Жолдан өтіп, көзімен өзі жоспарлаған кафені тапты.
Есігін итеріп, ішке енді. Кафе іші салқын, жайлы музыка ойнап тұр екен. Сөреге жақындады, капучиноға тапсырыс берді. Даяшы қыз жымия жауап қатып, тапсырысты қабылдады. Айслу терезе маңындағы үстерге жайғасып, телефонын алдына қойды да, оны мүлдем өшіріп тастады. Экран сөнді. Терезе арқылы вокзал көрініп тұр. Әне, бір жерде перронда пойыз тұр. Соның ішінде купеде Азамат пен Раушан апа өз орындарына жайғасып, жүктерін реттеп, дорбадан қазандар мен ұнтақтарды шығарып жатқан болар. Мүмкін, Айслудың неге кешіккеніне алаңдай бастаған да шығар. Даяшы капучиноны келді, үстелге қойды. Айслу рахметін айтып, кесені алақанымен жылыта ұстады. Жылу саусақтарына тарап, бойын балқытты. Ол терезеге қарап отырып, ақырын жымиды. Көп айлардан бері алғаш рет шын жүректен күлді. Азамат соңғы сөмкені купеге сүйреп кіргізіп, жеңілдей күрсінді. Раушан апа төменгі сөреге жайғасып үлгеріпті. Купе қабырғасындағы айнадан өзіне қарап, шаш үлгісін түзеп жатыр. Косметичкасынан далап шығарып, еріне жақты да, риза кейіппен оны сөмкесіне қайта салды. Міне, енді рахаттанып демалуға болады, деді ол купені шолып өтіп. Жері жаман емес, тап-таза екен. Азамат, менің чемоданымды жоғарға қоя салшы, балам. Азамат анасының айтқанын істеп, сосын өз заттарын реттей бастады. Айслудың дәу дорбасы өткелдің қақ ортасында. Жүруге кедергі болып тұр екен. Оны аяғымен қабырғаға қарай итеріп қойды. Айслу, сен қайдасың? Деп тамбур жаққа айқайлады. Жауап болмады. Азамат дәлізге шығып, терезеден сыртқа сығалады. Перрон басынан аяғына дейін сайрап көрініп тұр. Адам азайып қалған. Шығарып салушылар тарап кетіпті. Бірақ әйелі еш жерде көрінбейді. Айслу! Деп қаттырақ дауыстады ол, жан-жағына жалтақтап. Кім тырыс? Тек вокзалдың гүрілі мен вагон есіктерінің тарс-тұрс жабылғаны ғана естіледі. Азамат телефонын шығарып, әйеліне қоңырау шалды. Ұзақ гудок. 1, 2, 3. Сосын автоответчик. Абонент уақытша қолжетімсіз, немесе желі аясынан тыс жерде. Қызық екен, деп күбірледі Азамат қабағын түйіп. Раушан апа купеден басын шығарды. Азамат, Айслу қайда? Пойыз қазір қозғалады ғой. Дүңгішекке майлы қалам деп кеткен. Осы уақытта ма? Жөнелтуге санаулы минут қалғанда? Раушан апа қасын көтеріп таң қалды. Қазір керем деген. Азамат тағы терді. Тағы да автоответчик. Ол тамбурға жүгіріп шығып перронға түсті. Жан-жағына қараса, кешіккен бір әйел баласын жетектеп жүгіріп барады. Жолсерік қарт кісілердің чемодан кіргізуге көмектесіп жатыр. Айслу жоқ. Қап әттеген ай, деп Азамат ашулана телефонына жабысты. 3-ші, 4-ші, 5-ші құрау. Бәрі бір сол. Қол жетімсіз. Азаматтың зығырданы қайнай бастады. Қайда жоғалып кетті? 2 минуттық шаруа емес педі? Вагонды бойлай жүріп, көрші вагондарға көз тастады. Мүмкін шатасып кеткен шығар. Жоқ, Айслу билетті өзі алған. Шатасуы мүмкін емес. Өз вагонына қайта келіп, тағы қоңырау шалды. Жолсерік тамбырдан айқайлады. Жігітім, тез кір, жүргелі жатырмыз. Әйелімді күтіп тұрмын, қазір келеді. Тезірек шақыр. Әйтпесе екеуіңде қаласындар. Азамат перронға жалтақтаумен болды. Жүрегі дүсірлеп қоя берді. Қайда жүр ол? Вагонның соңына дейін барып, арғы бетіне де қарады. Ешкім жоқ. Купеден Раушан апа шықты. Түрі бұзылып кетіпті. Азамат, таптың ба? Жоқ, телефонын алмайды. Қалай алмайды? Пойыз қазір... Ол сөзін аяқтап үлгермеді. Құрам селт ете түсті. Жеңіл итермелеу, сосын тағы біреуі. Дөңгелектер баяу айнала бастады. Азамат перронда мелшиіп тұрып қалды.
Пойыз жылжый берді. Азамат, тез секір, қалып қоясың, деп Раушан апа терезеден шыңғырды. Тамбырдағы жол серік те қолын бұлғап секіруін талап етті. Азамат вагонға қарай ұмтылып, тұтқадан ұстап, баспалдаққа әрең қарғып мінді. Пойыз жылдамдық ала бастады. Перрон кейін қарай сырғи жөнелді. Азамат камбурда алқын жұлқын болып, қолындағы телефоным қысып тұр. Тағы да терді. 6-шы рет. Ұзақ гудок. Сосын тағы да сол. Ішін мұздатып жіберген суық дауыс. Абонент қол жетімсіз. Азаматтың жүзі бозарып, бетон сияқты сұрланып кетті. Саусақтары дірілдеп, телефонын баяу түсірді. Экранда 6 жауапсыз қоңырау. Жай ғана алмай отырған жоқ. Телефонын өшіріп тастаған. Азамат купеге әрең басып кірді. Раушан апа өз орнында үрей мен ашудан жарыла жаздап отыр екен. Ал, қайда ол? Хабарластың ба? Азамат үнсіз қарсы алдындағы сөреге құлай кетті. Аузы құрғап, тілі күрмеліп қалғандай. Мама, деді ол қырылдаған дауыспен. Масқара болдық. Раушан апа секіріп тұрды. Не боп қалды? Неге қол жетімсіз? Ол қайда? Білмеймін, дүңгішекке кеткен. Дүңгішекке майлыққа ма? Раушан апа қолдарын жайып жіберді. Сен ақымақсың. Ол қашып кетті. Әдейі пойызға отырмады. Неге әдейі? Мүмкін емес. Азамат купе ішінде ары-бері жүре бастады. Олай демеңізші. Өйткені балам, ол телефонын өшіріп тастады. Адамдар жайдан жай телефон сөндірмейді. Ол баруды қаламады. Бәрін әдейі істеді. Азамат анасына қарап қатып қалды. Санасында бәрі тізбектеле бастады. Айсұлудың соңғы күндердегі оғаш сабырлығы, қарсыласпағаны, бәріне бас изей салғаны. Заттарды жинап, билеттерді алып, мына ауыр дорбаны вагонға дейін сүйреп әкеліп, сосын жоқ боп кеткені. Мүмкін емес. Ол ондай адам емес қой, деп күбірледі ол. Міне, солай боп шықты. Раушан апаның даусы ашудан дірілдеді. Қарашы жағдайымызға. Біз пойыздамыз. Бурабайға бара жатырмыз. Ал ол вокзалда телефонын өшіріп қалды. Мұның не екенін білесің бе? Азамат үнсіз қалды. Бұл дегенін, енді біреуміз тамақ істеп, біреуміз кір жуымыз керек деген сөз. Және ол жақтағы шығындарды кім төлейді? Деп айқайлап жіберді енесі. Азамат кенеттен бір нәрсені түсінгендей болып, дірілдеген саусақтарымен Каспий үн ашты. Парольді теріп, балансқа қарады. 0 теңге. 0 тиын. Не? Азамат көзіне сенбей экранға телмірді. Қалайша? Транзакцияларды қарады. Кеше түнде ол ұйықтап жатқанда 220 000 теңге Айсұлудың өз картасына аударылып кетіпті. Мама, деді ол даусы қарлығып. Картам тақыр бос, ақшаның бәрін алып кеткен. Раушан апаның өңі қашып, өз телефонына жабысты. Балансын көргенде қолынан телефоны түсіп кете жаздады. Менде де ештеңе жоқ, деді демін әрең алып. Бәрін жып-жылмағай сыпырып алыпты. Купе іші тым-тырс бола қалды. Тек дөңгелектердің аяусыз тықылы ғана естіледі. Пойыз оларды Мәскеуден алыстатып, белгісіздікке қарай заулап барады. Алда ақшасыз, байланыссыз және қызметшісіз 3 апта күтіп тұр. Азамат қабырғада тұрған дәу дорбаға қарады. Енді ғана жетті. Айсұлу мұның ішіне қазан ошақты, табаларды, 3 қорап ұнтақты, төсек орынды. Қысқасы, барлық қара жұмысқа керек дүниені толтырып салып, оларды пойызға өзінсіз аттандырып жіберген. Ол әдейі істеген, деді Азамат, бос кеңістікке қарап. Бәрін алдын ала жоспарлаған. Раушан апа купе ішінде ары-бері сабылып жүр. Оңбаған, Арамза. Біз оны бауырымызға бастық. Өз қызымыздай көрдік. Ал ол бізді тонап кетті. Қалай батылы барды? Мама, ақырын адамдар естиді. Естісе естісін. Сен түсінесің бе?
Біз ақшасыз қалдық. Не ішеміз, не жейміз? Азамат еденге қарап отырып қалды. Жолдама төленгенімен, қалған шығындардың бәрі өз мойындарында еді. Ал қазір қалтада соқыр тиын жоқ. Мүмкін біреуге хабарласып, ақша аудартып алармыз, деді Азамат сенімсіз үнмен. Кімге? Кімге хабарласасың? Өзі қарызға батып жүрген достарына ма? Әлде менің құрбыларыма ма? Азамат жұдырығын түйіп, терезеге телмірді. Сыртта дала, орман, ауылдар зымырап өтіп жатты. Әдемі ақ, бірақ ішінде өртеніп бара жатқан ашу мен қорқыныш бәрін көлегейлеп тұрды. Ол Айсұлудың мұндай қадамға қалай барғанына таң қалды. Сол момын, жайбарақат Айсұлу ма осы істі істеген? Мен оған өз нөмірмен хабарласам, деді ол шешімді түрде. Ол сенің нөміріңді де алмайды, балам, деді Раушан апа мұғайып. Азамат Айсұлудың нөмірін анасының телефонынан терді. Гудоктар. Ұзақ, шексіз. Содан кейін таныс дауыс. Абонент қолжетімсіз. Ол тағы бір рет, сосын тағы 5 рет қатарынан тырысты. Бәрібір сол. Өшірулі немесе желден мүлдем жоқ. Пайдасыз, деді ол телефонды сөреге тастап. Ол жауап бермейді. Раушан апа орнына баяу отырды. Бетін қолдарымен жауып, 1-2 минут қозғалмай отырды. Сосын басын көтергенде, көздерінде суық бір ыза ұшқындап тұрды. Біз қайтып келгенде, деді ол баяу, әр сөзін нықтап. Мен оған көрсетемін. Солай өкіндіремін, әлі ақ көреді. Мен оны ұрлық жасады, алаяқ деп сотқа беремін. Мама, ол ұрлық емес, деп Азамат шаршағанын мен сөзін бөлді. Оның карталарға рұқсаты болды ғой. Техникалық тұрғыдан ол ақшаны өзі аудара алды. Онда мен оны пәтерден қуып шығамын. Ол тіпті тіркеуде де жоқ шығар. Тіркеуде бар, мама, деді Азамат тағы да қабағын түйіп. Біз үйленгеннен кейін бірден ресімдегенбіз. Раушан апа ұлына қарап үнсіз қалды. Купе ішіне ауыр, тұншықтырғыш үнсіздік орнады. Терезе сыртында километрлер артта қалып, оларды Астанадан, Айсұлудан, бірдеңені өзгерту мүмкіндігінен алыстатып бара жатты. Не істейміз енді? Деп сыбырлады Раушан апа. Базада тамаққа төлеу керек қой. Мен Айсұлу пісірет деп ойладым. Енді асханада тамақтануымыз керек қой. Ал бізде ақша жоқ, деді Азамат мұғайып. Мүмкін қарызға берер? 3 аптаға. Күмәнім бар. Раушан апа тағы да бетін басты. Иығы дірілдей бастады. Азамат оның жылап жатқанын немесе жай отырғанын түсінбеді. Сосын өксіген дауыс естілді. Мама, қойшы енді, деді ол ыңғайсызданып. Біз бірдеңе ойлап табармыз. Нені ойлаймыз? Раушан апа көзі жасқа толып басын көтерді. Ештеңе жоқ бізде, түкте. Сенің әйелің бізді тонап, тастап кетті. Біз 3 аптаға айдалада ақшасыз, тамақсыз қалып қойдық. Не жейміз, Азамат? Не? Азамат жауап таба алмай, қабырғада тұрған іші лық толы дәу дорбаға қарады. Казан-ошақ, кабалар, 3 қорап ұнтақ. Мұның бәрі қазір оларды мазақ қылып тұрғандай көрінді. Пісіретін түк жоқ, жуатын да ештеңе жоқ. Дорба енді 3 апта бойы өздерімен бірге сүйретіп жүретін пайдасыз жүкке айналды. Көрші көпеден күлкі естілді. Біреу әзіл айтып жатса керек. Бірақ компания демалысқа бара жатыр. Мәз-мейрам. Азамат сол дауыстарды тыңдап отырып, іші ашу мен реніштен өртеніп бара жатқанын сезді. Неге олар? Неде оларда бәрі жақсы? Неде Айсұлу қалыпты әйел құсап олармен бірге кете алмады? Раушан апа орнынан тұрып, терезеге жақындады. Сырттағы зымырап өтіп жатқан пейзаждар қарап, өзін қолдарымен құшақтап тұрды. Ол өзгеріп кетіпті, деді ол ақырын. Бұрын момын, тіл алғыш еді. Ал енді міне, бізге сатқындық жасады. Азамат қарсыласқысы келді.
Бірақ сөздері тамағына кептеліп қалды. Өйткені ол іштей бәрін түсініп тұрды. Соңғы айларда Айсұлу шынымен де басқаша еді. Үнсіз, тұйық, бәріне келсе беретін. Бірақ ешқандай эмоциясыз, механикалық түрде істейтін. Ол мұны шаршағандыққа немесе жұмысына балайтын. Ал ол көрсетілгенде бәрін жоспарлап, өз сағатын күтіп жүрген екен. Мүмкін ол пойызға кешігіп қалар деді кенет Раушан апа бұрылып. Мүмкін біз босқа уайымдап жатырмыз ба? Қазір келесі пойызға отырып, артымыздан жетер. Азамат анасына қарап, бұл үмітке сүйенгісі келді, бірақ санасы жібермеді. Сәйкестіктер тың көп. Өшірулі телефон, тақыр бос карталар. Соңғы күндердегі оның тым-тыныш жүрісі. Пойыз жүрерден 5 минут бұрын майлық алуға кеткені. Жоқ, ол кешікпеді. Ол жай ғана отырмады. Мама, ол келмейді, деді ол сыбырлап. Ол басынан ақ баруды ойламаған. Онда неге мынаның бәрін жинады? Раушан апа қолымен дорбаны нұсқады. Мына казан-ошақ, ыдыстар, ұнтақ не үшін? Бізді ол да бара жатыр деп ойласын дегені ғой. Азамат қолымен шашын сипады. Біз пойызға мініп кетіп қалуымыз үшін. Ал ол қалу үшін істеген. Раушан апа сөреге баяу отырып, алдына бос көзбен қарап қалды. 3 апта, деп күбірледі ол. Біз ол жақта 3 апта ақшасыз, тамақсыз қалай күнімізді көреміз? Білмеймін, мама, деді Азамат шынын айтып. Пойыз Бурабайға қарай заулап, белгісіздікке қарай асығып бара жатты. Купеде үмітсіз үнсіздік орнады. Азамат еденге, Раушан апа терезеге телмірген. Екеуі де үнсіз, өйткені айтар сөз қалмады. Жолсерік дәлізбен өтіп бара жатып шай ұсынды. Раушан апа сұрағысы келді. Бірақ ақша жоқ екені есіне түсіп, қолын сілтеді. Мүмкін келесі станциядан түсіп қалармыз, деді кенет енесі. Астанаға қайтайық. Қандай ақшаға? Азамат анасына қарады. Қайтар билетім жоқ. Сатып алуға да ақша жоқ. Онда біреуге хабарласайық, аударсын. Кімге, мама? Кімге хабарласамыз? Раушан апа жауап бермек болып аузын ашты да, қайта жауап алды. Ешкім жоқ еді. Достары қарыз сұрай берген соң, ат-тонын ала қашқан. Туыстары шағымдарынан мезі болып, араны үзіп алған. Тек екеуі ғана қалды. Және әрдайым жанында болып, бәрін көтерген, көмектескен Айсұлу бар еді. Ал енді ол жоқ. Базаға дейін барамыз, деді Раушан апа шешімді үнмен. Сол жерде көрерміз. Мүмкін түсіністік танытып, кейін төлеуге рұқсат берер. Азамат еш қолшынсыз басын изеді. Бірақ екеуі де бұл үміттің әлсіз екенін түсініктіреді. Демалыс орны бизнес. Оларға уәде емес, ақша керек. Төлем болмаса, оларды тамақтандырмайды, немесе 2-3 күннен кейін ақ қуып шығады. Азамат тағы да телефонын алып, Айсұлуды терді. Бәрібір қол жетімсіз. Ол телефонды тастай салып, арқасына сүйеніп көзін жұмды. Мұның бәрі түс болса екен деп армандады. Қазір оянады да, қасында баяғы сабырлы, көмектесуге әзір Айсұлу отырады. Бірақ бұл түс емес, қатыгез шындық еді. Оның әйелі, ол ойлағаннан әлде қайда ақылды, әрі батыл болып шықты. Ол екеуінде оңай жеңіп кетті. Артық сөзсіз, айқай-шусыз. Заттарды жинап, билетті төлеп, мына дарбаны пойызға дейін жеткізіп берді де, бұрылды да кетті. Енді олар Бурабайда 3 апта бойы ақшасыз, тамақсыз қалай күн көретін білмей, іші қазан мен ұнтаққа толы дорбамен бара жатты. Раушан апа кенет орнынан тұрып, дорбаның сыдырмасын ашып, ішінен бір қорап ұнтақты суырып алды да, оған жиіркене қарап, қайта лақтырып жіберді. 3 қорап ұнтақ, деп күбірледі ол. 3 қорап, Азамат. Біз суық сумен өзіміз жуайық деп әдейі салған. Өйткені басқа кім жуады? Білмеймін, мама, мен қолмен жуды білмеймін.
Раушан апаның даусы истерикаға ұласты. Мен де білмеймін. Өмір бойы кір жуғыш машинамен жуып келдім. Ал ол білді. Бізді қиналсын деп әдейі салып жіберген. Азамат үндемеді. Өйткені бәрін түсінді. Айсұлу шынымен де бәрін білді. Олардың тамақ істей алмайтынын, кір жуа алмайтынын, өз-өзіне қарай алмайтынын білді. Өйткені әрдайым ол бар еді. Бәрін ол істейтін. Ал енді ол жоқ. Және олар жалғыз қалды. Қолдана алмайтын қазандармен және жуа алмайтын ұнтақтармен. Пойыз оларды үйден, үйреншікті өмірден алыстатып, алға заулай берді. Ал Астанада телефонын өшіріп, шотындағы ақшасымен, еркін әрі жеңімпаз Айсұлу қалып бара жатты. Айсұлу терезе жанындағы үстелде отырып, суып қалған капучиносын баяу араластырды. Даяшы қыз мәзір әкелді, бірақ ол бас тартты. Тәбеті жоқ еді. Тек осы жерде, салқын кондиционердің астында, вокзал мен пойыздан алыс жерде біраз отырғысы келді. Үстелде жатқан сөндірілі телефонына қарады. Азамат неше рет хабарласты екен? 10 ба, 20 ма? Ал Раушан апа ше? Пойыз жүргеннен кейін 5 минуттан соң ақ оның истерикасы басталған болар. Айсұлу сол көріністі елестетті де мырс етті. Купедегі Азамат, бозарған енесі, боз Каспий мен купе ортасындағы дәу дорба. Көп айлардан бері алғаш рет шын жүректен рахаттанып күлді. Есеп айырсып, кішкентай сөмкесін алды да кафеден шықты. Далада күн ысып тұр екен. Көзілдірігін киіп, жан-жағына қарады. Вокзал артта қалды. Пойыз әлде қашан кеткен. Алда бүтін бір күн. 3 апталық нағыз демалыс. Бөтен біреуге тамақ істемейтін, шұлық жумайтын демалыс. Ол асықпай көше бойымен жүріп, электроника дүкеніне кірді. Сәлеметсіз бе? Ноутбук қарағым келіп еді, деді ол кеңесшіге. Ол бірнеше модельді көрсетті. Айсұлу мұқият таңдап, күміс түсті. Жылдам жұмыс істейтін біреуін таңдады. Осыны аламын, деді ол. Төлем жасады. 2-5 теңге. Дүкеннен жаңа ноутбугын ұстап шыққанда, иығынан ауыр жүк түскендей сезінді. 1 жыл бойы осыған жинап еді. Ал Раушан апа оны бір қорап майлыққа айырбастағысы келген. Міндетті, қызық сөз. Ол өмір бойы біреуге бірдеңе міндетті болып келіпті. Ата-анасына, оқуына, Азаматқа, енесіне. Бәрі одан бірдеңе күтетін, талап ететін. Ол беретін, істейтін. Бірақ енді жетер. Таксиге отырып үйіне тартты. Қала шулы. Өмір қайнап жатыр. Ал Бурабайға бара жатқан пойызда 2 жолаушы қызметшісіз қалай күн көретін білмей басы қатып отыр. Айсұлу терезеге қарап отырып, алғаш рет өзін бақытты сезінді. Айсұлу такси ұстап, үйінің мекен-жайын айтты да, терезеге телміріп келе жатты. Алматы өз өмірімен әуре, абыр-сабыр, қалыпты күйінде. Адамдар өз шаруаларымен асығып барады. Бірақ дәл қазір Бурабайға заулап бара жатқан пойызда 2 жолаушының ақшасыз, тамақсыз және тегін қызметшісіз 3 апта қалай аман қалуды ойлап, бастарын тауға да, тасқа да ұрып отырғаннан бейхабар. Үйіне келген соң Айсұлу аяқ киімін шешіп, ас үйге өтті де шәйнек қойды. Өзіне ерекше жағдайларға сақтап жүрген қымбат шайын демдеді. Бүгін дәл сонда ерекше күн. Диванға жайғасып, жаңа ноутбугын қосты. Жіп жаңа, жылдам, тіл алғыш. Жүйесін реттеп, қажетті бағдарламаларын орнатып, асықпай, рахаттана жұмыс істеді. Ешкім кешкі ас дайында деп айқайламайды. Ешкім ертеңге көйлегімді үтіктеп бер демейді. Ешкім талап қойып, ренжіп қоңырау шалмайды. Тек тыныштық, жайлылық және бостандық. Кешке Айсұлу өзіне қарапайым ғана ас дайындады. Көкөніс қосылған омлет, тост және салат. Үстел басында жалғыз отырып, әр түйірін рахаттана шайнады. 3 адамға дастархан жаюдың, біреудің талғамына қараудың, ененің тұзы аз, немесе еті қатты деген ескертулерін тыңдаудың қажеті жоқ. Тамақтан соң ыдысын жуып,
қолын сүртті да жатын бөлмеге өтіп төсекке қисайды. Төбеге қарап жатып, Азамат пен анасы не істеп жатыр екен? Базаға жетті ме, әлде әлі пойызда ма? Оның қаншалықты оңбаған екенін талқылап отырған шығар, деп ойлады. Раушан апа бүкіл вагонды басына көтеріп, жаман келіні туралы шағымданып болған шығар. Ал Азамат не істерін білмей томсырайып отырған болар. Әйелі бәрін шешіп, бәрін ұйымдастырып, бәрін төлеп үйренген сорлы, енді өз күнін өзі көру керек. Айсұлу бүйіріне аунап түсіп, көзін жұмды. Көп айлардан бері алғаш рет ешқандай мазасыз, ойсыз, жеңіл ұйықтап кетті. Келесі күні ол кеш оянды. Сағат 10 шамасында төсекте керіліп жатып, терезеге қарады. Күн жарқырап тұр. Құстар сайрайды. Кәдімгі демалыс күні, оның күні. Ешқандай кестесіз, міндетсіз, біреудің талабынсыз. Жуынып, таңғы асын ішті де телефонын қосты. Телефон сол сәтте ақ дірілдей жөнелді. Хабарламалар бірінен соң бірі толасыз келе бастады. 50, 7-сіз, 127. Айсұлу тізімді ашты. Азамат, Раушан апа, тағы да Азамат, тағы да енесі. Қоңыраулар, хабарламалар, дауыстық жазбалар. Ол кейбірін ғана оқып шықты. Алғашқылары ашуға толы. Қайдасың? Неге алмайсың? Тез хабарлас. Сосын айыптауға көшкен. Сен бізді тастап кеттің. Ақшаны ұрладың. Мен сені сотқа беремін. Ал соңғылары жалынышты. Айсұлужан, өтінемін. Жауап берші. Біз бір отбасымыз ғой. Кішкене болса да ақша аударшы. Азаматтың кеше түнде жазған соңғы хабарламасы. Айсұлу, біз базадамыз. Төлемсіз тамақ бермей жатыр. Мамамның қан қысымы көтеріліп кетті. Өтінем, ең болмаса 10 000 теңге аударшы. Жалынам. Айсұлу оқып болды да, мессенджерді жауып, барлық хабарламаны белгілеп, жою батырмасын басты. Экранда рассыңыз ба деген сұрақ шықты. Ол иә деп жауап берді. Хабарламалар ғайып болды. Сосын контактілерді ашып, Раушан апаның нөмірін тапты да, блокқа салып тастады. Енді енесі оған қоңырау шала алмайды, жаза алмайды, мазасын ала алмайды. Азаматпен қиындау, әлде болса заңды киюі ғой. Сондықтан оны әзірге блокқа салған жоқ. Тек телефонын шетке қойып, хабарламаларды тексеруді қойды. Күні тыныш өтті. Ол шкафтарын реттеп, баяғыда тастау керек болған ескі құсқы заттардан құтылды. Өзінің төсек орындарын жуып, кептіруге іліп қойды. Өзіне ғана жететін дәмді түскі ас дайындады. Терезе алдына жайғасып, жарты жылдан бері аяқтай алмай жүрген кітабын қолына алды. Асықпай, мағынасына үміле оқыды. Ешкім мазаламайды, ешкім шақырмайды. Рахат. Кешке интернеттен біліктілікті арттыру курстарын іздестірді. Ағылшын тілін жетілдіріп, сабақ берудің жаңа әдістемесін үйренгісі келіп жүрген. Уақыт жоқ еді, ал енді бар. Өзіне арнайтын 3 апталық демалыс. Сәйкес курсты тауып, жазылды. Каспимен 50 000 теңгесін төледі. Бұл оның өз ақшасы, өз болашағы үшін салынған инвестиция. Бұл дұрыс шешмеді. Екінші күні Айсұлу саябаққа барып ұзақ серуендеді. Көлдегі үйректерге жем шашты, балмұздақ жеп орындықта отырды. Бұрын бұған уақыт табылмайтын қарапайым ғана қуаныштар. Көшеде бұрынғы әріптесін жолықтырып қалды. Ол жұмыстың көптігін, бітпейтін есептерді айтып шағымданды. Айсұлу басын изеп тыңдап тұрып, бұрын өзінің де осыған бола жүйкесін жұқартқанына таңғалды. Қазір бұның бәрі ұсақ түйек болып көрінді. Өйткені нағыз ауыр нәрсе, күйеуі мен енесінің бітпейтін талаптарын күтіп, үнемі қысымда өмір сүру екен. Әріптесі демалыс туралы сұрады. Айсұлу жымиып, демалысын үйде тыныштықта өткізіп жатқанын айтты. Бурабай пойыз және қазан толы дорба туралы тіс жармады. Бұл оның жеке хикаясы, жеке жеңісі. Үшінші күні Айсұлу телефонын тағы бір қосты.
Тағы 27-ді хабарлама. Азамат әр 2-3 сағат сайын жазыпты. Басында бұйрық берген, сосын жалынған. Ақырында үміті үзілгендей болған. Айсұлу, жауап берші. Жағдайымыз өте нашар. Базада ақшасыз. Тіпті ыстық су да бермей жатыр. Мамам мұндайға шыдай алмайды. Ең болмаса 20 000 теңге жіберші, қайтарам. Уәде берем. Жаным, үндемей қоймашы. Ренжігеніңді түсінем. Бәлкім, біздікі дұрыс болмаған шығар. Бірақ бұл бізді мұндай жағдайда тастап кетуге себеп емес қой. Біз отбасымыз ғой. Мен шындап айтып тұрмын. Проблема болып жатыр. 2 күннен бері нан мен судан басқа ештеңе жеген жоқпыз. Асханаға кіргізбейді. Өтінем, көмектес. Соңғы хабарламасы осыдан 1 сағат бұрын келіпті. Бәрін түсіндім. Сен жауап бермейсің. Жарайды. Қалайда шыдармыз. Бірақ қайтып келгенде сөйлесеміз. Отбасымен бұлай істеуге болмайды. Айсұлу оқып болып ойланып қалды. Сөйлесеміз. Қызық, не туралы? 5 жыл бойы оны тегін қызметші ретінде пайдаланғандары туралы ма? Енесі билік жүргізіп, күйеуінің сесоқ қарап отырғаны туралы ма? Оның соңғы ақшасын өзінен сұрамай-ақ демалыстарына жұмсамақ болғандары туралы ма? Ол жауап жазбақ болып клавиатураны ашты да қайта жауып тастады. Жазатын ештеңе жоқ. Бәрі айтылып қойған. Оларды сіз жүріп кеткен пойызбен де, қазан толы дорбамен де, өшірілген телефонмен де, тақыр бос карталармен де. Мессенджерді жауып, телефонды шетке қойды. Сол күні кешке Айсұлу диванда жаңа ноутбугімен кино көрді. Жанында ыстық шоколад. Үстел үстінде қымбат бельгиялық шоколад тұр. Бұрын ақша үнемдеймін деп, өзіне ешқашан мұндайды қимайтын. Кино көріп, шоколад жеп, әр сәттің рахатын сезінді. Ешқандай кінәлау сезімі жоқ. Біреуге тамақ істеу, кір жуу, немесе бірдеңе сатып алу керек деген ой жоқ. Кино аяқталғанда түн ортасы ауған еді. Ноутбугын өшіріп, керілді. Ас үйге өтіп, кесесін жуды да сағатқа қарады. Бурабайда да қазір түн. Азамат пен анасы ұйықтап жатқан болар. Әлде ұйықтамай, бұдан әрі қалай күн көреміз, деп ақылдасып отырма. Алда әлі 2,5 апта бар. Ақшасыз, тамақсыз. Және ішіндегі қазаны мен ұнтағы мазақ қылып тұрған дәу дорбамен. Айсұлу жымиып, ас үйдің жарығын өшірді де жатын бөлмеге өтті. Кен жайлы төсевіне жатты. Азамат әрқашан төсектің 4-тен 3-ін емденіп, қорылдап жататын. Ал қазір қалағаныңша жатуға болады. Көзін жымып, терезедей терең ұйқыға кетті. Соңғы ойы, әлі 3 апта бар. 3 апта тыныштық пен бостандық. Ал сосын көрерміз. 4-ші күні оянғанда далада жаңбыр жауып тұрды. Айсұлу жаңбырдың тықылын тыңдап біраз жатты. Сосын тұрып, кофе демдеді де терезе алдында отырып, жаңбырлы қалаға қарап ойға батты. Азамат пен енесі 2,5 аптадан соң оралады. Ашулы, ренжулі. Талаптары таудай болып келеді. Түсініктеме, кешірім және өтемақы сұрайды. Күйеуі мүсәпір болып аяушылық тудырмақ болады. Енесі кінәлау сезімін оятпақ болады. Бірақ аяушылық та, кінәлау да қалмады. 5 жыл бойы Айсұлу беріп келді, салды. Бәрін өз иығымен сүйреді. 5 жыл оны пайдаланды, қадірлемеді. Барлығын міндеті ретінде қабылдады. Ал ол жай ғана өздікін өзіне алып. Кетіп қалғанда бірден сатқын атанды. Қызық логика. Айсұлу кофені ішіп болып, кесені жуғышқа қойды да, құжаттар тұратын қорапты ашты. Неке туралы куәлікті тауып, оған ұзақ қарады. Әдемі қағаз, мөрлер, қолдар. Ол мен Азаматтың отбасы екенімізді растайтын ресми қағаз. Бірақ отбасы ол қағаз емес. Отбасы ол қолдау, құрмет және өзара қамқорлық.
Ал оларда өзара ештеңе болған жоқ. Тек ол бәрін беретін. Ал олар оны міндетті деп санайтын келісім ғана болды. Айсұлу куәлікті орнына салып қорапты жапты. Шешім өзі келеді. Олар оралғанда ол не істеу керектігін нақты түсінеді. Ал әзірге оның өзіне арнайтын 3 аптасы бар. Өзінің кім екенін, келін немесе әйел болмай тұрып қандай болғанын еске түсіретін уақыт. Ол телефонын алып күнтізбені ашты. Азаматтың оралатын күнін белгілеп қойды. Ол күнге дейін әлі 18 тәулік бар. Айсұлу санға қарап, өзіне өзі бас изеді. 18 күн. Шешім қабылдауға әбден жетеді. Үзілді кесілді. Дұрыс шешім. Сыртта жаңбыр нөсерге айналды. Айсұлу судың әйнекпен сырғып ағып, шаңды жуып жатқанына қарап отырды. Бәрін тазартып жатыр. Бурабайда да жаңбыр жауып тұрған шығар. Азамат пен анасы үйшікте ашулы, не істерін білмей отырған болар. Өздері әлсіз әрі момын санаған әйелсіз қалай күн көруді түсіне алмай отыр. Ал ол осында, жылы пәтерде. Қолында кофе, жаңа ноутбук, алдында 3 апталық еркіндік. Телефонның қара экранындағы өз бейнесіне қарап жымиды. 5 жылдан бері алғаш рет өзін нағыз тірі адамдай сезінді.